Қалайсыңдар достар? Бүгінгі видеода біз мына скартитаның оружиесін күйбіруға салып жіберетін боламыз. Ендеше кеттік. Достар, сендермен бөлісетін керемет мәлімет бар. Қазіргі таңда Гарри Поттер және Хоббит сияқты кітаптардың табынушыларына керемет жаңалығым бар. Яғни қазақ тілінде фэнтези түрінде шыққан алғашқы кітаптардың бірі Сарман Алтын Таңба кітабы. Оқиға орта ғасырда Тұран атты хандықта болады. Елді басқарған хан мен билеушілер қарапайым адамдарға қарағанда өте ұзақ өмір сүреді. Бірақ олардың ұзақ өмірінің құпиясын ешкім білмейді және білуге тыйым салынған. Басты кейіпкердің әкесі олардың құпиясын ашуға кіріседі. Кітап дәл осындай қызықты және тосын оқиғаларға толы болып келеді. Және де достар, осы кітаптың авторы 100.000 теңге ұтыс ойын ойнатып жатыр. Яғни 10 бөлімнен тұратын 10 сұраққа кімде-кім бірінші болып жауап беретін болса, сол 100.000 теңгені иеленетін болады. Сұрақтарды 20 қараша күні Астана уақытымен 20:00-де автор өз Instagram парақшасына салатын болады. Сол кезде сіздер ең алғаш болып дайректке 10 сұрақтың да жауабын дұрыс жауап беретін болсаңыздар 100.000 теңгені ұтып аласыздар. Сонымен қатар бұл кітапты жүктеп алу үшін сіздер ұялы телефонда Литра сайтынан жүктеп аласыздар. Алматы қаласындағы кітап ал дүкенінен қағаз нұсқасын сатып аласыздар. Міндетті түрде кітапты описаниедегі сілтеме арқылы жүктеп алыңыздар. Және де автордың инстаграмына да тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше сәттілік. Бізде бірінші бұрышы дайын, енді осыдан екеу керек, жанынан екеу керек, тағы көлденеңнен екеу керек. Оның барлығын майдалап көрсетпей-ақ қойын. Біз мынандай фокус қолданамыз, қарапайым мастердің фокусын бітеміз. Міне достар, біреу, екеу. Енді бізге мына жерде мына жүргіншкені кесу керек. Бұнда не істейміз? Бұнда ұстап тұрамыз да. Опа! Так, бізде почти ағаштар дайын. Енді осылардың барлығын не істейміз? Біріктіреміз. Достар, сас былай, мына рейкіні енді бізге бөліп тастау керек. Пык кет. Осын бетеге. Былай. Өзіміздің фокусымызды қолданайық. Деп тұрамыз, ә? Не байқаздар, достар? Өтіс қалды ба? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бөліп болып кетті оз, е? Осы енді 7 бөліп арқылы панердің барлығын біріктіреміз. Ал енді бізге керек болатын зат шуруповерт. Ал келеге. Все, қызыл жанды. Енді өзімен батарейканы аламыз да. Кеш батты ғой. Так, достар, міне панер ағашымызды бұлай бұрышына орнататын боламыз. Себебі
жанын жапқан кезде біздің панеріміз бір 3 мм-дей осы жаны жабылып тұрады. Мына жақтан қысқасы өзіне киілетін болады ғой. Осылай дәл осылай істеуіміз керек. Барлық 1, 2, 3, 4 бетіне де солай істейміз. Мынаны қатырып қойдым, қараңыздар. Енді толықтай осылай істейміз. Видеоның жылдамдығын аттамыз, кеттік. Міне достар, панеріміздің 4 аяғы бар. 4 аяғы бар. Келесі кезекте енді біз мынандай сететін бір түріп шығатын боламыз. Ого, сантиметр var sanır. Миллиметр o da. Скартитан Кюбро қарапайым мастерден күт. Так достар, бір күн бір түн уақыт өтті. Енді біз скартитанымызды Кюброға әдемілеп салып, жұмсартып салып жіберуіміз керек. Қысқаша айтқанда, қазір видеоны тезесек кеттік. Бүйтеміз енді достар. Бұндай пакетті олардың бетіне жауамыз. Ашқан кезде күлен көп тұрады. Міне достар, былай ашса осылай тұрады ғой. Күлен көп мына жерде. Енді қарапайым мастерден сәлем. Мынаны жауамыз. Ал достар, міне біздің дайындаған затымыз. Мына жерге қарапайым мастер және Кюбро деп жазып қойдым. Қараңыздар. Кюбро қарапайым мастер ютубтың белгісі. Былайша салмағы әжептәуір ауыр болды. Ал енді біз кеттік. Поштаға барып, мына затты ертерек салып жіберейік. Oldu. Yerine salып жібереміз. Короче, достар, болды. Затты салып жібердік. Енді Кюбро күт.